мұсылман адам мемлекеттік қызметте жұмыс істей алмайды деген сөз қаншалықты дұрыс? Я придерживаюсь мнения, что запрещено работать в государственной образовательной структуре и государственные медицинские структуры и учреждения. Обязательная добавка, что в этих местах не то, чтобы нельзя работать, но и подрабатывать нельзя. Соңғы уақытта кейбір адамдар мұсылмандарға мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге болмайды деген қате пікір таратып жүр. Алайда бұл түсінік исламның негізгі қағидаларына сай келмейді. Қасиетті Құранда Жүсіп пайғамбардың алейхиссаламның мұсылман емес мемлекетте жауапты қызмет атқарғаны баяндалады. Ол елдің қазынасына жауапты болып, халықтың игілігі үшін еңбек еткен. Бұл мұсылман адамның қоғамға пайдалы қызмет атқаруына дініміз қарсы емес екендігін көрсетеді. Ислам діні адамды қоғамнан оқшаулауға емес, елге пайда келтіруге шақырады. Сондықтан мемлекеттік қызметте жұмыс істеуді дінге қайшы деп көрсету негізсіз пікір.